Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп соңына дейін тыңдап қолдап отырыңыздар. Тас зауытының жол жиегінде тұрған күзет күркесі Жексеннің жұмыс орны. Зауыттағы бүткіл темір-терсек көліктерді 1 сағат сайын тексеріп шығуға міндетті. Және түн баласы кірпік ілуге болмайды. Осыдан басқа алып бара жатқан жұмысы жоқ. Темекі тұтқылын жерге тастап, қара бәтеңкесімен мыжғылап тастады. Кеше ғана жас секілді еді. Көзді ашып жұмғанша күзде жетіп үлгерді. Күздің салқын ызғары жекетінің жағасын қағып тұр. Кенет жолдың арғы бетіндегі көше шамы астынан әлдекімнің қарасы бұған қарап тұрғанын байқады. Демі тарылып, бойын үрей билей бастағандай. «Мына қара неге сонша шүйлігеді?» деді тыжырынып. Ол да көзін бұдан аударатын емес. Сәл жақындап, жүзіне анықтап қараса, бір жерде көрген сияқты. 18 жасар бозбала тақылеттес. Бейтаныс Жексеннен көз аудармай аз-кем аялдады да бұрылып жөніне кетті. Бойы тік, жүрісі нық. Неге сонша жүрісі суыт? Әлде біздің ауылдан келген, жұмыс таба алмай жүрген жастардың бірі болды ма екен? Деді ауылдағы құрдастарының балаларын көз алдына елестетіп. Осыны ойлады да түнерген аспанға тағы бір көз тастап күркесіне еніп кетті. Осы апта аяғында Жексен аздап сергуді ұйғарып, сыраханаға барса халық толы ығы-жығы. Ортадағы орындыққа отырып, бір саптаяқ сыраға тапсырыс берді. Дастарханда құрт, кепкен балық молынан тұр. Құрттың бірін алып сора бастады. Кенет арғы бұрыш жақта терезеге жақын көше күзет маңынан байқаған бейтанысты тағы көрді. Ол да сыра ішіп, ойы аулақта өзімен өзі отыр. «Мына қара басқыр мені аңдып жүргеннен сау ма?» деп ойлады Жексен. Орнынан атып тұрып қасына барғысы сойы кім, не істеп жүргенін білгісі келді. Бірақ ерінде ме, әлде енді тұра бермекші болғанда даяшы сыра әкеліп қалды ма? Не керек, орнынан қозғалған жоқ. Осылай өз ойымен өзі болып отыра берер ме еді? Әлгі жас түрегелмегенде. Үстінде бұлғары күртке, аяғында саптама етік, джинси шалбар, шашын артқа майлап тараған. Ызғар шашып тұрған көзі кенет бұны шарпып өтті. Қалың қасы мен қыр мұрыны, сопақ басы, жұқа ерні бәрі таныс. «Мынау шынында біздің ауылдың баласы?» деген оймен Жексен қасынан өте берген оның қолынан шап беріп ұстап алды. Әлгі жас бұнысын шыбын шаққан құрлы көрген жоқ. Басын еріне бұрып, не болды дегендей суық қарап тұр. «Әй, сен өзі кімсің? Біздің ауылдың баласысың ба?» Балада үн жоқ, мелшиіп қарады да қойды. «Бәлкім маған бар деп пана көріп кеп отырған шығарсың. Көмегім қажет болса, қолдан келгенін аянбаспын», деді Жексен шын көңілмен. «Е, қалаға өмірімнің тасталғанын шығарған адамды іздеп келдім. Менің бұндай сорлы өміріме сол жан кінәлі. Әйтпесе менде нендей армандар бартын. Мақсат мұраттарым қаншама еді. Бәрі бірақ күнде жермен жексен болды. Қарғыс атқыр. Сол әпенде қолыма түссін, оңдырмаспын», деді тістеніп. Жексен оның от қарап тұрған жанарына жасқана қарап, жаста болса салмақты екен, үлкенмен қалай сөйлеседі өзі. «Дөрекілін қара, мұрын боқтың», деп ойлап үлгерді. «Әй, інішек, не деп шатып тұрсың? Өміріңді құртқан адамды іздеп жүр екенсің, несіне мені айнал соқтайсың?» деді зыбарланып. «Сен сол адамға ұқсайсың», деген жас білегінен ұстап тұрған Жексеннің қолын қағып, дереу есіктен шығып кетті. «Мына баланың шынында есі ауысқан. Кімнің баласы болуы мүмкін? Кімге ұқсайды? Бір жерден көргем, қайдан көрдім?» деген оймен тырнағын тістеп, ақыры есіне түспеген соң, «Құрып кетсінші», деді де сыраны шыңыраудай көмейіне сылқита төңкеріп жіберді. «Қай бір күні әне тағы келді, мына сотқар», деді өз-өзіне сыбырлап. Терезенің ар жағында көше шамы астында малмаңдай су болып тұрған бейтанысқа қарап. Терезедегі жаңбыр айғызына қарамастан, «Сені жақсылап суретке түсіріп алайын, міне осылай», деді қарауытқан бейнені телефон камерасына тартып. «Сен кіммен, нендей ойын ойнағанды білмейді екенсің, әкеңді танытайын», деп
бар батылдығын бойына жинап есікті ашты. Бүгін әлде ешқашан, деді Жексен бұл жұмбақтың шешімін таппай сілікпесі шыққанына жын ұстап. Бейтанысқа қарай тұра жүгірді. Анау болса орнынан тапжылатын емес. Құдды бір келгенін алдын ала күтіп тұрғандай. Жексен жүгіріп келе жатып, мынау өзі қанды көз қанішер болмаса етті. Қорғатын түрі жоқ қой, деді жүгірісі жақындай бере баяулап. Бірақ қателескен екен. Жете бере әлгі жас қаша жөнелді. Оның қашқан көрген Жексен кәдімгідей батылданып, даусы жарқын шыға, жылдамдығын үдете түсті. Бермен кел, иттің баласы, сен өзі кімін деп тұрсың? Бірақ жастың аты жас, жылдам жүгіргені сонша қара үзіп кетті. Бұл шырамытып дыбыс аңдып отырып, әйтеуір ізінен қалмай келеді. Кенет бозбала ескі құсқа үйлердің арасына кіріп жоқ боп кетті. Бұл бұлай қуаласа олай қашып, басқа бір бұрыштан жылт етіп қылаң беріп, қайта ғайып болады. Екеуі баладай қуаласпақ ойнап жүрген іспетті. Не керек, білек сыбана шындап кіріскен Жексен бәрібір қайтпады. Ара-арасында жауынан ішек қарны шыққан батпаққа бір-екі мәрте тайып жығылғаны бар. Сонда да қалысатын емес. Бір уақытта құрғыр темекі түтініне бөккен өкпесі өшіп, кеудесі сырылдай бастады. Тізесіне қолын сүйеп, еңкейе ырсылдайды. Бейтаныстың кеткен ізін нысана ғып тұр. Тыныстап қайта жүгірмекші. Жан-жағын барласа қалың жыныс ішіне тап болған. Қарауытқан ағаштардың әрбірі жапырақ құлағын қалқайтып, әлгі бозбалаға ұқсап, қайсы менмін деп бұны мазақ етіп тұрғандай. Бірақ әлгі бейтаныстың қай бағытқа қарай қашқаны белгілі. Сол ізден жаңылмаса болғаны. Түбі қолына ілігер деп ойлаған Жексен өкпесін қолына алып компаңдай жөнелді. Қанша уақыт жүргені белгісіз, тоқтамастан жүре берді. Қалың жыныстан шыға бере шет жақтағы кішігірім алаңқайда сәмбі талдың маңнан бір қара көзге ілінеді. Жақындай бере анықтап қараса, майдалап жауған жаңбырға қарамастан, әлгі бейтаныс жер қазып жатыр. Бұл келем дегенше бір шамасында қазып қойған. Езіліп жатқан жерге үштік күрегін қадап, ауыр топырақты бір шетке лақтырып жатыр. Оның бұл ісін жасырып, қорғаштағандай сәмбі талдың шыбық жапырақтары қалқалап төгіліп тұр. Ал әлгі бейтаныс біреу-міреу көріп қаладау деместен жерді қазған күйі қаза берді. Жексен не жақындап барарын, не бармасын білмей екі-үшті ойда тұр. Қорқып тұрғаны анық. Ақыры есіл еңбегім еш кетпесін деді ме, оған қарай жақындай бергені бекер екен. Әлгі бейтаныс талдың діңгегіне сүйеніп, сұлық жатқан тағы бір қараны сүйрей жөнелді. Жексен қайтадан орында қатты да қалды. Аяғы не артқа, не алдыға қозғалатын емес. Әлгі марқұмның түр әлпеті түк көрінбейді. Қою түннің жасырғаны аздай, бет жүзін жаңбырға шыланған батпақ басқан. Енді түсінікті болды, деп ойлады Жексен мына көрініске қарап тұрып. Мына бала ауылдан кек қуып келген екен ғой, алдында бір жолығысып қалғанда. Қалаға өмірімнің тасталған шығарған адамды іздеп кеп отырмын. Менің бұндай сорлы өміріме сол ғана кінәлі. Сол әпенді қолыма түссін, оңдырмаспын, деген еді. Демек, іздеген тауып оны өлтірген болып тұр ғой. Бірақ менің не қатысым бар? Деп ойлады ол, осының бәрі шынында өз басынан өтіп жатқаны сенер-сенбесін ұқпай. Бейтаныс шұңқырға өлікті әкелген соң барып қана Жексен кеудесіне соғылған пышақты аңғарды. Бозбала мәйіт кеудесінен пышақты суырып алғаны мұң екен. Қып-қызыл қанын жуған қанжар жүзі көрінді. Ол қанжардағы қанды мәйіттің қара жейдесіне сүртті. Мынау барып тұрған қанды қол жауыз екен ғой, деп күрсінді Жексен қол-аяғы қалтырап. Қылмыскер қан жуған қанжарды қайтерін білмей, ары-бері ойланқырап тұрды да, бағанадан бері бұған тесіліп тұрған Жексенді енді аңғарғандай, пышақты «мә, сен ал» деп бұған ұсынды. Жексен болса жоқ дегендей басын шайқай артқа шегіншектеп барып, жығылып қалды. Мені де қазір өлтіреді, деп ойлағаным бекер екен. Ол қанжарды аз-кем ұстап тұрып, алмасаң қой, дегендей қабір ішіне тастай салды. Марқұмды шұңқырға аяғымен итеріп еді.
өлік ауыр болса керек, орнынан бір елі қозғалған жоқ. Амалсыз ауыр дененің қолтығынан ұстап шұңқырға тастап жіберді. Жансыз дене қабірге шыңырау түбіне түскен тастай, аулақта атылған оқтай, сыбдыр еткен жапырақтай құлап түсті. Күректі қайталып қабірді көме бастады. Кенет тоқтай қап, Жексенге салқынқанды дауыспен: «Қарап тұра бересің бе солай, әлде көмуге көмектесесің бе?» деді күректі бұған ұсынып тұрып. «Жауыз!» деді Жексен көзінен жасаға айқайлап. Даусы жарықшақтанып зарлы шықты. «Не үшін өлтірдің мына бейбақты, не үшін?» «Оны жалғыз мен емес, екеуміз өлтірдік. Сен және мен, біз сыбайласпыз», деді ол көзіне түскен кекілін артқа қайырып. «Не деп шатып тұрсың? Оны өлтірген сенсің, қанішер!» деген Жексен енді одан қашпақ боп артқа шегінді. «Сен де өлтірдің, бірге өлтірдік», деді әлгі дауыс сонда да соңынан қуалап қалмай. Қашып келе жатып, артына қарауға дәті бармай, шарасыз ғана көзі қиығын салса, ешкім жоқ. Қаша берді. Жұмыс орны емес, үйіне қашты. Соңынан әлгі бейтаныстың өзі болмаса да жаңғырған үні қуалап келеді. «Біз сыбайласпыз, сен және мен». Үйіне келе сап, есік терезені бекітті де, дірде қаққан күйі көрпеге оранып жата қалды. Көргенін ұмытқысы келді. Сол үшін де ұйықтау керек. Көзін барынша тас қып жұмып алды. Алайда үйіне әлгі қылмыскер суық қанжарын көше шамына жалт еткізіп кіріп келетіндей. «Не істеймін, қайтем?» деп сандырақтап жатып ұйықтап кетті. Таңертең әлдекімнің есікті қайта-қайта ауыр соққан гүрсілінен шошып оянып, төсектің бір бұрышына мысықтай жиырылып отыра қалды. «Бейтаныс келді, мені өлтіреді», деді ойын дауыстап айтып. Дауысы қорқынышты шықса керек, есік қаққан дыбыс бір сәтке тына қалды. Кенеттен қайта ұра бастады. Аңғарса өзіне таныс кісі үні есік артынан құмығып естіледі. «Аш деймін есікті, орныңда тастап кеткенмен қоймай, ұйқының жоспарын орындап жатқаныңа жол болсын. Күркеде ұйықтасаң ешкім ештеңе демейтін еді ғой. Бастық білсе бәрімізді жазалайды», деген Нұғыманның ашулы, ренжулі, сонда да жанашыр даусы есіктен талып әзер естілді. Жексен кешегі көргенім өңім бе, түсім бе дегендей бөлме ішіне көз тастады. Күн нұрына шомып тұрған бөлмедегі кереге, жиһаз бәрі де әлдебір жан тыныштығына шақырған әуезге ұйып тұр. Осы бір көрініске қарап, әлемде зұлымдық атаулы атымен жоқ. Өмір бақ пен берекеге толы жерұйық мекен деп ойлағандайсың. Кешегі көргені ешқандай түс емес екенін өне бойына дымқыл киіммен сіңіп қалған суықты сезгенде, үстіне жұққан батпақты көргенде бірақ аңғарды. Әлгі күн нұрына шомып тұрған әсем табиғат көрінісін жан дүниедегі түнек, жүректегі күреңдік оп-оңай басып қалады екен-ау. Демде-ақ бөлмеші қарауытып, сұрықсыз бейнеге ене қалғандай болды. Есіктегі тоқылдақ дыбысқа тіл бітсе: «Досым, сен себепсіз жұмысты жарты жолда қалдырмайтынды білем. Есікті аш, одан да бәрін ашық айт», дегендей жалыныш бар ма дерсің. Сонымен қоса, ашпасын қазір қиратам, деген ашуда білінеді. Ол есікке ауыр адыммен жақындап барып, ақырын ашты. «Сенің несің ауған ба?» деп ашу шақырып бөлмеге кіріп келген Нұғыман Жексеннің тұр-тұрпатын көріп аңтарылып орнында қақшиды да қалды. Өне бойын көзімен шолып шықты. «Пақырау, не болған саған? Біреумен төбелескеннен саумысың?» деді көзі шарасынан шыға жаздап. Суық денесіне сіңгені сонша жаурағандікі ме, әлде түнгі елес әлі бойдан тарамағандікі ме? Қалшылдап тұр. «Бәрін айтып берем, кел отыр», деді орындықты нұсқап. «Киім ауыстырып алайын, әйтпесе тоңып барам». «Өй, жұмыста у-шу болып, басқа жігіттер сені бастыққа жамандамақшы болып еді, олардың аузын бір шиша арақпен жаптым. Әйтеуір бастыққа жеткіздірмей, сені іздеп келген бетім еді. Енді тағатымды тауыспай, тез-тез айтсаңшы». Жылы киім киген Жексен оған кеше түнде бас аяғы не болған айтып берді. Аңырайып өз құлағына өзі сенбей тұрған Нұғыман: «Мұнда бір кеп барын мен білгем.
Барып тұрған маньяк десеңші. Ондайларды түрмеде шіріту керек. Сонымен қоймай, сені бопсалаған қарамайсың ба? Милицияға барайық. Бәрін бүге-шігесіне дейін жеткіз. Бүгін ақ тұтқындалады ол сотқар. Бір түсінгенім, ол ауылдан кегіздеп келген. Анау пақырды да сол үшін өлтірді. Екеуіңді кім екенін бейхабармын. Полицияға не де болса ертерек барайық. Әйтпесе ендігі кезек маған келгендей. Кексе ет жеңді, қияқ мұртты. Көзі нұрсыз тергеуші Жексеннің басынан өткен түне күнгі оқиғаны сөзін бөлместен мұқият тыңдап шықты. Ойымдамаңыз, біз қазір-ақ бұл істі қолға аламыз, деп мәселе шешіп үйренген әдетпен алдындағы қағазға бір белгі түртіп қойды. Сосын сымды қара телефонды алып, Бағдат, жігіттерге айт, шамамен мына адреске бару керекпіз. Қайлытоғай 72. Иә. Жәбірленушінің айтуынша сол төңіректе. Әлгі ескі құсқын нысандардың маңы. Хаттаманы дереу толтырыңдар, деді де телефон тұтқасын шараптан босаған стақанды үстелге ұрып қойғаны тақылеттес тарс еткізді. Ал мырзам, арыз дайын болса маған беріңіз, деді Жексен толтырып болған арызды қолына алып. Дереу оқиға болған жерге баруымыз қажет, деді де сырт киімін киіп бөлмеден шыға жөнелді. Оның айтқандарын түсіну былай тұрсын. Толықта болса шапшаң қозғалғанына ілесе алмаған Жексен мен Нұғман жас балаша қипақтап тергеушінің соңынан ілесе жөнелді. Полицей мырза, менің қояр сұрағым бар, деді сасқан Нұғман ойы шашырап. Сіздерге қайталап айтам, тергеуші Артығали. Иә, кешірерсіз, мені зауытта жұмыс күтіп тұр, бара берсем бола ма? Әрине, сіз бізге қажет емессіз, деді тергеуші оның бетіне қарамастан. Жексеннің құлағына Нұғман, кешке хабарласайық, орныңа күзетке қуат болмаса өзім шығамын. Жұмысқа алаңдама, деді қоштасып тұрып. Жексен селқос басын езей салды. Алдағы іс барысы қалай болатыны қобалжып тұрғаны белгілі. Полицей қызметкерлері оқиға орнын алған жерге тап келді. Түк болмағандай сәмбі ағаш жапырағы желге тербеліп тұр. Қылмыстың негізгі куәгері де осы сәмбі талы іспеттес. Қылмыс нақты қай жерде орын алды, деді тергеуші сұқ саусағымен алаңқайды нұсқап. Мына жер, дәл осы жерде, деді Жексен. Түнгі жауынан езіліп жатқан топыраққа түрлі құрылғыларын қойып, милиция қызметкерлері әр жерде тінтіп, өлшеп көріп жатыр. Бұл үдерістің қанша уақытқа созылғаны белгісіз. Біраздан соң жігіттер сіз нұсқаған тұсты тексеріп көрді, бірақ жер қазылмаған. Жаңылысқан жоқсыз ба? Мүмкін басқа жер болар? Жоқ, дәл осы жерде. Түн болғаны қарамастан нақты есімде. Тура осы жерге көміп жатқанды, деді Жексен өзіне сенбей жатқанына шамданып. Дұрыс қой, бірақ бұл жерде ешбір із белгіде жоқ. Жарайды, қылмыскер барлығы айғақтың көзін жойды делік, бірақ қазылған көмілген топырақ анық дәлел болар еді. Менің не айтып тұрғанымды түсініп тұрсыз ба? Деді тергеушінің маңдайындағы әжім ұлғая түсіп. Сіздерге айтып тұрмын, неге сенбейсіздер мына жерде? Деді 2 метрге қоршалған жер таспасын аттап өтіп, топырақ үстіне секіріп. Осы жер, міне, деп қолымен аяғасын шұқи берді. Милиция қызметкерлері олардай шулай жөнелді. Таспадан аттағаныңыз не? Не сұмдық мынау? Бер өтіңіз. Айғаққа кедергі келтіріп жатырсыз, деп бәрі жан-жақтан жамырай түсті. Шыдамы таусылған Жексен қалай милиция қызметкерлерін сендірерін білмей дал болды. Мен өтірікші деп ойлайсыздар ма? Рас, топырақ құнары қазылмағандай боп тұрғанына мен де таңмын. Бірақ адамнан айлы артылған ба? Құдай үшін қазып көріңіздер. Сонда көздерің жетеді. Себебі мен кешегі жәйтке мына қос көзімен куәмін. Әгер әкей мен айтқандай болмай шықса, көзімді ойып алыңдар, деді жасаураған жанарын көрсетіп. Оның бұл сөзі иланарлықтай болды ма, не керек аға лейтенант Артығали басқаларға қарап, жерді қазыңдар, деп бұйрық берді. Бұйрықтың аты бұйрық, жабыла жер қазылып жатты. Жердің қаттылығы сонша, бұл топырақ еш уақытта қазылмағандай. Аға лейтенант осыған қарап тұрып, босқа уақыт өткізіп жатқан жоқпыз ба?
деп ойлап та үлгерді. Ойлағаны сол екен, бірінің даусы жарқын шықты. Мәйіт табылды, деді. Қабір толық қазылып, өлікті сыртқа алып шықты. Қу сүйектен басқа ештеме жоқ. Тоттанған қанжар және шықты. Бұл көрініске қайран қалған милиция қызметкерлері Джексенге дүдамалдана қарайды. Джексеннің өзі де түк түсінетін емес. Қалай болғаны? Кеше көмілген өлік қалайша бір күнде шіріп кетеді? Дейді іштей таңданысын жасыра алмай. Енді мына қу сүйекке айтарыңыз тағы бар шығар, Джексен мырза, деді тергеуші Артықали қабағы қатуланып. Мұнда бір жасырын жұмбақ барына иланғандай. Асықпаңыз. Бөлімшеге барған соң түсіндіре жатарсыз. Бұлар кеткен соңда қабір айналасында күн ұзақ зерттеулер жүргізілді. Ал табыттағы сүйектің кім екенін, қайда қашан өлгенін білу үшін арнайы сараптамаға жіберілді. Аяқ асты полиция бөлімшесі қызу жұмысқа кірісіп кетті. Мұндай жаңалықты естіген бақта айтулы оқиғаны күндіз-түні көрсетіп жатты. Ендігі жаңалықтарда Джексен өзінің аты аталып, осы оқиғаның нақ себепкері екеніне қуанып та қалғандай. Мені жаңалықтан көрсетіп жатыр. Шіркін, алыстағы қарындасымда көрер ме еді? Көргенде шығар. Мені мақтан етіп жатқан шығар, деп қиялға ерік берді Джексен. Сіз әзірге еш қайда да кетпейсіз. Бәрі анықталып болғанша полиция бөлімшесінен бір адым аттамайсыз. Бұл сіздің қауіпсіздігіңіз үшін өте маңызды, деді аға лейтенант бума-бума қағаздарын пәпке ішіне салып жатып. Осы аралықта белгілі мамандар оның қолынан қан саусақ ізін алды. Әрі психолог келіп, әр түрлі сұрақтармен миын мыңға, санасын санға бөлді. Күн өткен сайын Джексеннің де ығыры шыға бастады. Ал әлгі қылмыскер бейтанысты сол оқиғадан соң еш көрген жоқ. Ендіше, анандай қылмыстан соң мені аңдап полиция бөлімшесіне жақындай алмас, дейді масаттанып. Ерте ме кеш пе қолға түсерсің бәлем, дейді өзді өзі миығынан күліп. Бірақ әлгі мүрдені топырақты ойлап басы қатты. Қалай? Деп өзіне осы сұрақты мың қайталап қойса да жауап таба алатын емес. Бізге қылмыскердің бет бейнесін суреттеп беріңіз, деді компьютер алдында отырған көзілдірік таққан бадырақ көзді жігіт. Сол арқылы біз оның фотороботын жасаймыз. Содан соң бүкіл әлеуметтік желіге таратып, көрген білгендер арқылы түбі тұтқындаймыз. Бет пішінінен байқаған ешбір деталь ұмыт қалып кетпесін, деді Джексенге оның суреттеуі өте маңызды екен аңғартқандай. Шамамен 18-19 жастағы бозбала, шашы қалың, ылғи, гелмен артқа қайырып жүреді. Көзі қысыңқы, қой көзді, қарасы суық, мұрыны бүркіт тұмсық, сопақ бас. Бойы шамамен 1,80 сантиметр, сұңғақ, арық. Салмағы 60-65 арасы болса керек. Қара торы, ерні жымыңқы жұқа. Тағы не бар? Құлағы кішкене ғана, шашынан бар жоғы білінбейді де, деді басқа тағы не қосарын ойланыңқырап. Былғары күпісі қатты есінде қалыпты. Ертерек тапсаңыздар екен. Оның келесі құрбаны мен болуым әбден мүмкін, деді оның түр әлпетін көз алдына елестетіп, қол аяғы дірілдеп. Бірнеше күн өткен соң Джексенді аға лейтенант Артықалидың шақыртуымен 2 милиция жетектеп кабинетіне алып келді. Ал қылмыскер табылды, іс жабылды, деді тергеуші алдына пәпкіні лақтырып, креслосына шалқая отырып. Распа, Құдайға шүкір, деп Джексен иіннен ауыр бір жүк түскендей терең тыныс алды. Өмірім үшін қауіптеніп едім, маған сонша шүйілігіп еді. Әлгі жүгірмек, сауап болған. Қылмыскерді ұстап тұтқындау қиын болған жоқ. Оны табуға көмектескен сізге алғысымыз зор, деді аға лейтенант. Десе де бет әлпетінде бір мысқылдың нышаны бар. Ол қазір қайда? Деді Джексен көруге ынтығып. Қарсы алдында отыр, деді тергеуші Артықали бұған қатуланып. Джексен жан-жағына қарап не айтып тұр дегендей түсінбейді ал. Қылмыскер дәл алдында отырған мына сіз. Біреу өзіңді өзің ұстап беру қандай болады осы? Десе,
Сіздің оқиғаны айтып беру керек болады. Білмеймін, бұл қадамға не үшін бардыңыз, деді қияқ мұрт тергеуші сұқтана қарап. Мен қылмыскер деп айтуға қалай дәтіңіз барады, тергеуші мырза. Мен алдыңызға әділдік іздеп бас сауғалап келген жанмын. Ендіге қылмыс ашылмаған соң абыройларыңыз айрандай төгілмесін деп жәбірленушінің өзіне жаба салмақсыздар ма? Міне, біздің дамып жатқан сиқымыз, барып тұрған сорақылық, деді ашынып кетіп. Асықпаңыз, деді тергеуші темекісін тұтатып. Бүгін өзі ауыр күн болды. Терезені ашшы, қапырық болып кетті, деді аяқта тұрған милицияға бұйырып. Терезе ашылған соң кабинетті көздің қоңыр салқын ауасы демде қармап алды. Тыныс ашылғандай тергеуші терең тыныс алды да сөзін жалғастырды. Жексен Мұратұлы, 1974 жылы Жарық күн ауылында туып өстіңіз, дұрыс па? Деді аға лейтенант қағаздан басын көтеріп Жексенге қарап. Ол басын изесімен аға лейтенант сөзін жалғады. Әке-шешеңіз ерте жастан қайтыс болған. Сізбен біз қарындасыңыз нағашы аға жеңгеңізден қолында есейдіңіздер. Мектепті тамамдай салысымен Қарағандыға медициналық оқуға түстіңіз. Бірақ оқуды тастап қарындасыңызды алып осы қалаға келдіңіз. Өзіңізден 2 жас кіші қарындасыңыз Жамал Мұратқызы оқуға түсе алмай, Дархан кафесінде даяшы боп қызмет етеді, дұрыс па? Иә, деді Жексен, өзінің өмірін өзге біреу кітаптан отырғандай тәптіштеп отырғанына таңырқап. Осы жерде мынаны қоса кетейін. Дархан кафесі кешегі қылмыс орын алған жердегі тастанды ескі ғимараттың бірі. Дархан кафесі мен мүрде арасы 560 метр. Қылмысты жасырып тұрған тоғай тағы бар. Яғни мұнда нендей сабақтастық бар? Жексен мырза? Білмеймін. Хорошо, онда ары қарай кеттік. Енді мүрдеге келсек. Сараптама бойынша өліктің кім екені белгілі болды. 30 жылдан бері хабар ошарсыз жоғалған Мадияр Пірімқұлдың мүрдесі болып шықты. 30 жыл бұрынғы іс қағаз жұмысын ақтарып қарасақ, көргендердің айтуынша ол соңғы рет Дархан кафесінде болған екен. Ал сіз қарындасыңызды үйге алып кету үшін күнде түнгі 1:30 Дархан кафесіне келетінсіз, деді Жексенге қалай әсер ететін бақылап. Мұнда қандай байланыс барын сіз ғана білесіз. Сіз кеше суреттегендей расында мүрденің кеуде тұсына пышақ соғылған. Пышақтан сіздің саусақ ізіңіз табылды. Ал сіз кеше мен ол жерге жақындамадым деп басыңызды ала қаштыңыз. Міне, ғылым 30 жыл алдыңғы қылмысты ашып отыр. Демек, сізді ол жерге алып барған әлгі сіз айтқан жас жігіттің суретін көргіңіз келеді ме? Деді Жексеннің жауабын күтпестен оның алдына фотоальбомды лақтырып жіберіп. Жексен шүңірейген көзімен өзіне таныс альбомды дірдектеген саусағымен әзер ашты. Қараса кешегі бейтаныс бозбала. Сіз жастық шағыңызда келістақ жігіт болған екенсіз, деді аға лейтенант. Жексеннің көз алдында жер айналып, аспан төңкеріліп бара жатқандай болды. Жоқ, бұл әлгі қылмыскер. Мені де өлтірейін деп жүрген осы жігіт, деді даусы дірілдеп, көзі мөлтілдеп. Альбомды жақсылап ақтарыңыз. Иә, анау қарындасыңыз екеуіңіз, ал анда аға жеңгелеріңізбен түскен сурет. Көптеген суретте Жексен әлгі бейтаныстың үстінен көріп жүрген былғары күпіні тағы байқады. Бұл суреттерді біз сіздің пәтерден сандық ішінен таптық. Ашылмағанына да ширек ғасыр болған секілді. Іші тола шаң, кір. Үйіңізді кішкене таза ұстасаңыз етті, деді аға лейтенант Жексеннің өз суретін енді көргенде таңғалып отырысына ол да таңданып. Әрі беріден соң сіз бізді Тоғайға ертіп барған жолда сіздің аяқ ізіңізден басқа ешбір іздің қарасын таппадық. Жаңбыр қанша төпелеп тұрса да мамандардан айлы артылған ба? Жол бойындағы камерадан байқасақ, өзіңізбен өзіңіз құлап, жын ұрғандай жүгіріп барасыз. Сіздің қай бір күні сыраханада отырғаныңыз бейнебаян таспасына жазулы.
Сонда байқағанымыз мынау болды. Отырған жеріңізден ауаны қармана, бостандыққа қарап, өз-өзіңізбен тілдесіп тұрдыңыз. Жан-жағыңызда адамдар не боп қалды деп таңырқап тұрғандарына да мән бермепсіз. Деді аға лейтенант асықпай, аптықпай, дәлел толы құжаттарды саусағын түкіріктеп парақтап отырып. Сосын телефоныңызға қылмыскердің суретін тартып алдым дегеніңіз де өтірік. Телефоныңыздағы сурет анық көрінбесе де арнайы мамандарға тексерттік. Ешбір адамның қарасы жоқ. Ал енді мына қағаздарда болса психологтың сараптамасы. Мұнда не жазылған екен, қане көрелік, деп қағазды парақтай бастады. Жексен суреттен басын алып тағы не пәле болды екен дегендей, бірақ алғашқыдай емес. Мойын ұсынған, жүні жығылған кейіпте аға лейтенантқа құлақ сап тыңдап отыр. Психолог мамандардың айтуынша, сіз шизофрения ауруымен ауырады екенсіз. Демек, 30 жыл алдын жасаған қылмысыңыздың жария болуына осы ауруыңыз себеп болып отыр. Мұны мамандар ішіңізде тұншыққан ар мен өкініштің мазалауы деп жатыр. Не де болса қылмыстың аты қылмыс. Жексеннің көз алдына өткен өмірі елестеп, бәрін енді ұққандай, енді түсінгендей күйде отыр. Жылағысы келді, бірақ өмірі көзден жас ақпаған соң ба, шері шемен боп қатып қалған. Енді осының бәрін сабақтастырсақ. Туындаған сұрақ мынау. Дархан кафесі, марқұм Мадияр, қарындасыңыз, сіз және Сәмбе Талы. Мұның бәрін байланыстырып тұрған не? Қылмыстық орын алуының не себеп? Неге Мадияр Пірімқұловтың жанын қидыңыз? Деген аға лейтенанттың таңданысын жұмыс үстеліне шынтағын тірей, тезіле қарағаннан білуге болатын. Жексен көзін қайда аударарын білмей, шашыраған ойын бір ретке келтіре алмай біраз отырды. Сөйлейін десе тұтыға береді. Асықпаңыз, мүмкін шай кофе ішерсіз. Су болса. Полицей тарапынан стақанға құйылып жатқан суға қарап, көз алдына сол бір күзгі жауын елестеді. Шелектеп жауған жаңбыр астында Дархан кафесіне келе жатқан беті болатын. Қарындасының жұмыс уақыты аяқталуға шақ қалған. Алайда кафеге кіріп барғанда қарындасы орында жоқ болады. Сонда жүрегі аттай тулағаны есіне көлбеңдеп түсе берді. Мырзам, не болды? Ұйықтап қалдыңыз ба? Біз сізді күтіп отырмыз. Сол түні қарындасым Дархан кафесінде болмай шықты, деді алдындағы стакандағы судан бір ұрттап әзер жұтынып. Оны іздемеген жерім жоқ. Оқиғадан алдан қарындасым бір жігіттің оған қырындап жүргенін айтқан болатын. Әне сөйлесем, міне сөйлесем деп жүріп, жұмыстан қолым тимей ұмытып кеткен болатынмын. Ондайда адам түрлі ойларға шым батады ғой. Сол қырындағыш жігіттен күдіктендім. Қорқынышым қарындасымның ары болатын. Кафе ас үйінен пышақты қойныма тығып алдым да тоғай ішіне қойып кеттім. Бәрі де мен ойлағандай боп шықты. Қарындасымды әлгі айуан Сәмбе Талдың астында зорлап жатты. Қол аяғын қойша байлап қойған. Өтінем, бұл оқиғаны қарындасым естімесін. Ол бүгінде тұрмыста, бірнеше бала шағаның анасы. Үйіп отырған шаңырақты бұзбайық, деді Жексен осы шындық жер жақынға жария болуынан сақтанып. Бұндайда сіздер басқалар қандай амал қылатынын білмеймін, бірақ осындай жайт бола қалса өз басым өлтірем деп шешім қабылдаған болатынмын. Жан даусым шығып, оған қарай жүгіріп келе жаттым. Ол жалт қарай шегіне бергенде кеудесіне қанжар қададым. Сонда да жанымды қажаған ауыр азаптан әлі күнге құтыла алмағанымды сеземін. Әділ жазасын бердім деп ойладым. Қарындасымның қол аяғын шешіп, үйге қашуды бұйырдым. Ол айтқанымды екетпей, алды-артына қарамай қашып жөнелді. Сол кезде ың-шыңсыз Дархан кафесінің артқа қоймасынан күрек алып келіп, мола қазып, мүрдені көміп тастадым. Пышақты да қабір ішіне тастадым. Жаңбыр бүткіл күнәмнің ізін жуып, жасырып кеткен. Бар болғаны осы. Ал қарындасым осы бір ауыр қайғыны ұмытайын деді ме, әлде менен ұялды ма? Не керек, басы ауған жаққа безіп кетті. Бүгінде араласпаймыз. Кейін сіздің өміріңіз құрдымға кетті, солай ма?
деді аға лейтенант аузынан сөзін жұлып алғандай. Біздің білуімізше ішкіш болып, құмар ойнап, көрінген жерге қонатын қайыршыға айналып бара жаттыңыз. Бұл соңғы жайттар бізге ежелден таныс. Тек осы соңғы бірнеше жылда ғана өзіңізді қолға алып тұрақты жұмыс істей бастаған екенсіз. Менің жас күнімде көп арман болған. Беделді дәрігер боламын, қоғамға пайдам тиеді, бай, мансабы жоғары жан болам деп ойлаған ем. Бірақ әлгі қайғылы оқиғадан соң өзімді қоярға жер таппадым. Ақыры ауру боп тынған екенмін, деді Жексен ішкі жан сырын ашып. Тергеуші мырза, мен өзіме лайықты жазаны тартуға әзірмін, деді ақырын ғана. Бұл жолы Жексен жан дүниесінен тыныштық сезінгендей болды. Сәмбі талдың саясына мүрдемен қатар ол келешегін, арман мұратын бәрін бірақ көмген болатын. Бүгінде бәрін қайта қазып алып, үміті жаңғырғандай күйде болды. Кенет терезенің ар жағынан әлгі бейтаныс жас тағы пайда болды. Менің бүткіл өмірімді құрттың, жастық жалынымды сөндірдің, енді жазаңды тарт, деді жыламсыраған 19 жасар өзі. Кешір, деді Жексен терезеге қарап тұрып, көзіне жас ала. Аға лейтенант мына кіммен сөйлесіп тұр, дегендей терезеге қарады да ешкім жоқ. Сәмбі талдың жапырағын күздің салқын самалы әнтек қана тербетіп тұр. Төгілген шашақты жапырақтар әлдене жасырып тұрғандай. Әлде өткен кеткенге сан мың жапырақ, сан мың алақандай қол бұлғап тұр ма? Сан мың жапырақ, сан мың жанардай адам ізін аңдитын шығар бәлкім. Әлде саясына көмілген болашақ, арман мақсаттың дәні ағаш жапырағында жайқалып жататын болар. Әңгіменің соңы тыңдағандарыңыз рахмет, төменге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.